Валентина қашып кетіп екі айнаны көреді. Бірінен шайтан шығып, оны бимен арбап, содан кейін оны айнаға лақтырады. Ол жеңді. Сәлем достар. Бүгін мен доктор Парнастың елестетуі деп аталатын белгілі жұлдыздармен бірге түсірілген қиял ғажайып шытырман оқиға туралы айтатын боламын. Кезбе артистер вагоны Лондон арқылы өтеді. Осы кезде сырақханада мас адамдардың компаниялары шығады. Күрке ашылады. Меркурий кейпіндегі артист көрермендерді кез келген адамның қиялының шегінен шығатын доктор Парнастың сиқырына қарауға шақыра бастайды. Жігіттердің бірі спектакльді тамашалау үшін достарына сүйреп сахнаға шығады. Өзіне кедергі келтіретін әртістерді сахнадан лақтырып жібереді. Артист қыз масты ауыздықтауға тырысады, бірақ мас жігіт оны ренжіте бастайды. Қыз ғажап айнаға қашып кетеді, ал оның соңынан еріп түсініксіз орманға түседі. Ал ол сұлуды қуып жететіндей болып көрінгенде, ол оның бетінен ұрып, ағаштың арасына тығылады. Ашуланған жігіт топыраққа бетімен құлап, жүзінің өзгергенін көреді. Қыз сахнаға қайтады. Әйнекте жоғалған жігіттің достары полицияға хабарласады. Және ол бос бөтелкелер толтырылған шұңқырға түседі. Түсініксіз жаратылыс. Қол оның жағасынан ұстап ауаға лақтыра бастайды. Қорыққан жігіт ішімдікті ішуден тоқтатуға уәде береді. Ол босатылып жерге құлап түседі. Содан кейін үлкен қадамдарды көреді. Жоғарыдан шыққан дауыс оның таңдауын мақұлдайды. Ран жан-жағына қарап, барды көріп, сол жерге бұрылады. Біз оның дауысын естиміз. Қос ішімдікке тапсырыс беріп жатырғанда бар жарылып кетеді. Дәрігер Парнас ренжіді. Ол сөзінен тайып кетті. Содан кейін қысқа ұрсады. Ол ешқашан ғажап айнаға кіруіне болмайды. Полиция қызметкерлері дәрігерге сұрақ қоюға тырысады. Бірақ ол күркеде ешкім де жоқ екенін көрсетеді. Оларға кетуге бұйрық беріледі. Валентина идеалды үй журналындағы бақытты отбасының суретіне қарайды. Осы кезде оның әкесіне ер адам келеді. Ол қызының жақында 16 жаста болатынын және ол қазір өзіне екенін айтады. Парнас қиналып ештеңе істей алмайды. Небәрі 3-ақ күн ғана қалды. Ең бастысы Валентина бұл туралы айту керек. Арба жолға шығады. Қыз әкесіне келеді. Ол оған көптеген ғасырлар бұрын жас монах кезінде оған ерекше қонақ келгенін айтады. Дәрігер естелігі сол жылдарға оралады. Алдағы монастыр жаңадан келгендер мен олардың тәлімгерлері бар. Қонақ есіктен кіреді. Тәлімгер түсіндіреді. Олар тарихты және ғаламның негіздерін оқиды, және олар осылай істегенше өмір жалғаса береді. Қонақ күліп жаңадан келгендерді даусынан айырады. Осымен болды, бітті. Барлығы үнсіз, бірақ айналада ештеңе өзгерген жоқ. Дәрігер бүкіл әлемнің аузын жаба алмайсың дейді. Содан кейін қонақ бәс тігуге ұсынады. Бұл доктор мен іблістің арасындағы алғашқы бәс тігу болатын. 12 ізінен ерушілерді бірінші жинаған адам жеңуі керек. Дәрігер жеңіп, оның сыйы мәңгілік өмір болады. Немесе бұл жаза шығар. Осы кезде вагон тоқтайды. Дәрігер оның себебін білуге қызын жібереді. Ол картаны ашса, онда асылған адамды көреді. Найзағай жарқылдап, барлығы судың үстінде сұлбаны көреді. Бірінші қыз түсінеді. Бұл асылған адам. Артистер асылған адамды алып жәшікке салады. Таңертең ол есін жиып сыртқа шығады. Бірақ өзінің кім екенін және мұндайға қалай тап болған есіне түсіре алмайды. Дәрігер оны Ник мырзаның жібергеніне сенімді. Бұл ойындағы жаңа бұрылыс. Фургон Парнасқа қарай жүреді. Мистер Ник пайда болып Тони Шепард, яғни жігіттің аты, оның мүлде хабарсыз емес екенін айтады және тағы бір мәміле жасауды ұсынады. Мәміле бойынша 5 жанды тартуы керек. Сонда Валентина әкесімен қалады. Бірақ бұл мәмілеге небәрі 2 күн береді. Дәрігер журналдан фото тауып алып қызының не туралы армандайтынын түсінеді. Тони газеттен балалар қайырымдылық ұйымының жоғалған директоры туралы хабарландыруды көріп, оны лақтырып жібереді. Бірақ дәрігер оның атын атайды. Ал Тони Антонның қолынан оның кешегі асылып қалғанда тамағында болған түтікшені көреді. Тони ғажап айнаның ішінде не болып жатқанын білуге тырысады, бірақ Антон айта алмайды. Оны өзің көруің керек дейді. Осы кезде дәрігер қызына өзінің махаббаты туралы айтады. Ол бір қызды көріп, бір көргеннен ғашық болған еді. Ол сол кезде мыңдаған жаста болатын. Ол оны қалай қызықтыра алады? Содан кейін әбіліс соны мәңгілік өмірін жойып жастығын қалпына келтіреді. Дәрігер ол қызды өзіне қаратады. Тони шоудың стилін, форматын, аудиториясын өзгертуді ұсынады. Адамдар салқындықты қалайды, бірақ бұл ақшаны қажет етеді. Жаңартылған күрке халық алдына ұсынылады. Тони көрермендерге түсіндіреді. Бәрі олардың қиялына байланысты, және олар қалаған ақшасын төлей алады. Тони бірінші ғажап айнаға кемпірді кіргізеді. Ол кіргенде өзін жас және әдемі көретін қуанышты әйелді байқайды. Ол оған атақты адамдардың есімдерімен жазылған қайықтарды көрсетеді. Олар өлмейтін және мәңгі жас. Егер
ол жердегі қазынасынан бас тартса, олармен бір деңгейде тұра алады. Тони әйелден асыл бұйымдарын шешіп жатқанын шайтан байқайды. Тони сахнаға қайтып келеді және бірден қиялға таңданған әйел ұшып шыға келеді. Ол чекке қол қояды, ал артисттер соманы өздері қоя алады. Көрермендер ғажап айнаға асығады және қуанышпен оралып кез келген соманы төлеуге дайын болады. Ник мырза оларды шет жақтан бақылап тұрған болатын. Дәрігер 4 жанды қабылдады. Жақындап келе жатқан көліктен бандит түріндегі адамдар шығады. Олардың бірі Тониді таниды. Ол ғажап айнаға секіреді. Қарақшылар оның соңынан еріп, 4 биік баспалдақ пен 4 Тонидің оларға көтеріліп бара жатқанын көреді. Бұл жерде оның жүзі тағы да басқа. Ол өз бейнесі бар журналдарды көреді және бұлтқа көтерілуге дайын. Мырзақылар оны бүкіл ғажап айна ішінен қуып келеді. Бірақ Тониге Антон көмектеседі. Сосын ол Антонға балаларға арналған қор ашқанын, ол үшін ақшаны осылардан алғанын және олар ақшаны қайтару үшін былай істейтінін білмейтінін айтады. Ол баспалдаққа қалай оралу керектігін көрсетуді сұрайды, бірақ Антон кетіп қалады. Ол Валентинаға Тонидің сатқын екенін дәлелдеуге тырысып, оларды алдағанын айтады, бірақ қыз сенбейді. Ник мырза дәрігерге жақындайды. Ол да дәрігерді жеңілген адам деп санамайды. Тағы 1 сағаты бар еді. Дәрігер олардың қойылым көрсетуі керек екенін түсінеді. Валентина шындықты айтуды талап етеді. Ал Парнас олардың баласы болатын болса, дәрігер оны шайтанға беруі керек деген шартпен анасы үшін шайтанмен келісім жасаған мойындайды. Екеуі бақытты болатын, бірге өмір сүрді, бірге қартайды. Бір күні ол жүкті екенін айтады. Бұл бір ғажайып болатын. Бірақ ол дүниеге сәби әкелгенде қайтыс болады. Сол үшін енді ол оны шайтанға беруі керек. Валентина таң қалады. Ол жай ғана оның ойындағы ставкама қыз қашып кетеді. Антон оның артынан жүгіреді. Тони шоуға күрке дайындайды. Ол қыздың өмірін сақтап қалуды көздейді. Бірақ дәрігер оның өз ісінің құпиясымен таныстыруы керек. Тони дәрігерді трансқа түсіріп, оны ғажап айнаға кіргізіп жібереді. Валентина келеді. Ол ашулы. Бәрі өтірік. Бірақ Тони оның өзінің ғажаптар әлеміне апаруға дайын. Антон араласуға тырысады, бірақ Тони қызды ғажап айнаға итеріп жіберіп артынан асығады. Олар өзенде, қайықта, ал Тони қайтадан жүзі басқаша. Бірақ Валентина өзіне разы. Оны үнемі осылай елестететін. Валентина өзінің сүйетінін мойындайды. Содан кейін баланың жылағанын естиді. Тони қызды қолына алады. Сол сәтте айналада журналистер пайда болады. Бұл оның әлемі еді және онда ол балалар қорының бай және табысты жетекшісі. Оның іс-шарасына президент те келеді. Тони жақсылық жасайды және кішкентай зардап шегушілерді құтқарады. Осы кезде Антонның дауысы естіледі. Ол бала кейпінде және оған газет көрсетеді. Онда Тони кішкентай балаларды хирург сынаққа сатқаны жазылған. Тони Антонды ұрады. Валентина оны қорғап бетінен өзі соққы алады. Тони ашулы. Ол да оған опасыздық жасады. Ол Антонды қуып жетіп оны ұра бастайды. Бірақ көрермендер оны тоқтатуды талап етеді. Ол жүгіруге асығады, бірақ шығатын жолды таба алмайды. Барлық жерде жарықтар пайда бола бастайды. Валентина Антонды ұстап алады. Ол оған деген сезімін мойындап тұңғиыққа түсіп кетеді. Ашуланған Тони қызды ұрып соғады. Содан кейін дәрігер пайда болады. Ол ештеңеге кінәлі емес, ол бәріне мүмкіндік береді. Ол адамдар елестетін нәрсеге жауапты емес. Бірақ Тони оны жолынан қуып жіберіп қайтадан қашып кетеді. Оның артынан ашулы топ келеді. Валентина қашып кетіп екі айнаны көреді. Бірінен шайтан шығып оны бимен арбап, содан кейін оны айнаға лақтырады. Ол жеңді. Жалғыз Парнас тастың үстінде отырады. Ібіліс Валентинаның 5-шісі болатынын күтпегенін мойындайды. Ол Тонидің ұсталып быт-шытын шығарады деп үміттенеді. Ол көп жылдар бойы оны жоюға тырысқан, бірақ оны әрқашан ақымақтар құтқаратын болған. Ол Тонидің маңдайындағы белгілердің мағынасын түсіндіруге немесе оны өз қолымен өлтіруді сұрайды. Егер келесте, Валентина үйіне қайтарады. Тони осы уақытта қалың топтан қашып таудың басына шығады. Ол ағаштан жасалған асылғышты көріп трубкасын суырып алады, бірақ Парнас пайда болып оны алып қояды. Содан кейін тағы бір дәл сондайды көрсетіп, дұрыс таңдауды ұсынады. Қателіктің бағасы өмір болатын. Тони таңдайды, ал дәрігер тексеруге кіріседі. Тамағынан түтік салып баспалдақпен секіріп түседі. Бірақ Тони одан түтікшені түтіткізіп, өз аузына салып арқанға шығады. Өмірінің соңғы сәтінде ол дәрігерден нағыз құбырды көреді. Жиналған жұрттың көңілі түсіп, тарап кетеді. Дәрігер Ібілістен қызының қайда екенін сұрайды. Бірақ ол абдырап қалады. Ол қайдан білу керек? Жылдар өтіп, қарт дәрігер қызын іздеп жан-жаққа барады. Кенет ол өзінің заманауи қаланың көшесінде көреді. Бір қыз өтіп бара жатыр. Ол оның артынан жүгіреді және ер адам мен қызы оның қызымен бірге үстелде отырғанын көреді. Ол қуаныштан жылайды. Ал Перси келіп, ол қызына неге барғысы келмейді деп сұрайды. Сонда ол ұлы дәрігер Парнас кірандыларға толы және баланы қорқытуы мүмкін дейді. Міне, ол көшеде балаларға арналған қуыршақ театрын сатып жатыр. Жақын маңда шайтан жымиып тұр. Бір қарағанда ертегі дүние мен адам жанының құрылымы туралы философиялық астарлы әңгімеге айналады.
бірақ жақсылық жеңіліп жатқандай көрінгенімен шын мәнінде шайқаста тағы да тең аяқталады. Достар, тамашалағандарыңызға рахмет. Пікірге осы фильм туралы ойыңызды жазыңыз. Лайк басып тіркелуді ұмытпағайсыз.